Құрметті көрермен, бүгін оқитын әңгімеміз «Бақсы мен қала баласы». Мен қалада туып өстім. Өмірім асфальт, көлік, компьютермен түнімен жанып тұратын терезелер арасындағы арпалыс. Үнемі асығыспын, үнемі бір жаққа үлгеруім керек сияқты. Бірақ соңғы кездері өмірім тоқтағанда еді. Таңертең тұрып, жұмысқа бару жаза сияқты. Кешке үйге келіп ұйықтау мәңгілік ұмтылуға ұқсас. Іштей бір бостық, тынышсыздық қысып жүрген. Сол бір сәтте анам айтты: ауылға бар, атаңның көзі тірі кезінде көріп қал. Көндім. Жанымды бірдеңе түртіп тұрғандай еді. Билетті алдым да ертесі ауылға тарттым. Жолда көлік терезесінен сыртқа қарап отырып, өзімді танымадым. Мен кіммін? Осы өмір менікі ме? Ауыл маған бала күнімдегі иісімен қарсы алды. Таза ауа, алыстағы таулар, сиыр мөңіреген, үйтірген тыныш әлем. Атам кәрі болса да өте сергек, көзі өткір шал. Қала сені жүдетіп жіберіпті, деді ол бір қарап. Баяғыда бір көріпкел айтып еді, бұл бала екі әлемнің шекарасында жүреді деп. Түсінбедім, бірақ мән бермедім. Бірінші түні ештеңе болмады, бірақ екінші түнде басталды. Түн ортасында терезенің ар жағынан домбыраның көмескі үні естілді. Әлде бір саз, жүрегіңді қысып, бір ескі сағынышты оятатын күй сияқты. Ішім түрсігіп, төсектен тұрдым. Аяқтарым өздігінен ауыл шетіндегі төмпешікке апарды. Сол жерде от жағылып жатыр. Оттың арғы бетінде шал. Ақ шапан, ұзын таяқ, көздері мені тесіп барады. Қорықпа балам, деді. Дауысы жұмсақ, бірақ әуезді. Сен бұл жерге бекер келген жоқсың. Сенің арқаңда ата-баба рухы оянғалы тұр. Сол түні мен алғаш рет бақсылықтың рәсіміне куә болдым. Сенің бойыңда ашылмаған қуат бар, деді шал. Бірақ қала оны жапқан. Адам үнемі дыбыстың, у-шудың арасында жүрсе, жанын естімей қалады. Сен қазір жаныңмен сөйлесуді ұмытқасың. Бақсы отқа шөптер тастады. Түтін бұрқ етіп маған қарай ұмтылды. Қолына домбырасын алып баяу күй тарта бастады. Сол сәтте көз алдым тұманданып, әлде бір бейнелер елестей бастады. Атамның жас кезі, бір соғыстан оралған солдат, анамның бала кезгі көз жасын тығып жылап отырып, өзімнің балалық шағым, жылап жатқан кішкентай мен. Жаның жаралы, деді бақсы. Бірақ ол жараны ешбір дәрі емдемейді. Тек қабылдау мен түсіну ғана жеңілдетеді. Сол түннен кейін мен күнде түс көре бастадым. Әр түс менің өткенім, менің үрейлерім, менің жауапсыз қалған сұрақтарым. Бірде тұншығып ояндым. Бірдім көзім жасқа толып, таң атқанша ұйықтай алмай жаттым. Бақсымен тағы бірнеше рет кездестім. Әр жолы ол менен сұрамай сөйлейтін. Әкеңнің саған айтпаған бір сыры бар. Оны тек сен ғана аша аласың. Сен болашақта адамдарға көмектесесің. Бірақ дәрігер, не психолог емес, жанның емшісі боласың. Сенбедім. Бірақ ауылдан қалаға қайтатын күні атам бір қағаз ұстатты. Осы хатты енді ғана біреуге рұқсат етті. Бұрын ерте еді. Хат әкемнің қолымен жазылған. Ол өз өмірінің азабын, іштей күйзелістерін баласына бере алмаған мейірімді айтыпты. Мен хатты оқып отырып жыладым. Сол сәтте ғана әкемді кешірдім. Өзімді де. Қалаға қайттым. Бірақ бұрынғы адам емеспін. Енді адамдардың бетіне қарап, олардың ішкі ауырлығын сезінем. Жақсы сөйлеймін, тыңдай аламын. Тыңдағанда ішкі шындығын көрем. Кейбіреулер сенің даусыңда бір тыныштық бар дейді. Жаныңмен сөйлеп тұрғандайсың. Ал мен іштей әлгі шалдың сөзін еске алам. Адам өзі бақсы, тек оны ояту керек. Қазір мен жиі ауылға барам. Бақсыны көрмеймін, бірақ кейде түнде терезеден сыртқа қарап тұрып, сол баяғы домбыраның үнін естігендей болам. Жүрегім дір ете қалады. Бірақ қорықпаймын. Себебі енді мен кім екенімді білемін. Мына қысқа ғана ғұмырда күйбең тіршілікпен өмір сүрмей, өз ішкі үнімізге де құлақ аса білейік. Қымбатты тыңдарман.